Сәлем достар, бүгінгі видеода дұрыс емес жасалынып қалған отчетымызды кері қайтаратын боламыз. Алдымен осы видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіз. Ең алдымен кабинет салық кезет сайтына өзіміздің ЭЦП-мыз арқылы кіретін боламыз. Кіргеннен кейін міндетті түрде форма налоговой отчетности деген жерден журнал форм деп өзіміздің отчеттарымызды қарап аламыз. Найти дегенді бассақ шығады. Осы жерден өзімізге кері қайтаратын отчетты таңдап, мына жағында действие деген деп тұрған жерде просмотр ФНО дейді және уведомление деп тұрады. Сол уведомлениені басса, ол автомат бізге жүктеледі дәл осы. Одан кейін налоговое заявление деген батырманы басып, төмен қарай түсеміз және отзыв налоговой отчетности дегенді басамыз. Басқандан кейін төменгі жағында, бас жағында біз өзіміздің данныйымыз тұрады. Одан кейін мына біз уведомление осы жерде керек болады. Код налоговой отчетности деген жерге уведомлениені қарап алып, сол бойынша толтырамыз. С бөлімінде қандай полугодияға, қанша жылдың отчеты екенін жазатын боламыз. Ол да мына уведомлениеде тұр, қарап аламыз міндетті түрде. Одан кейін мен Б пунктін толтырдым. Қандай отчет екен, первоначальный ма, очередной ма деген сияқты. Одан кейін мына жерде регистрационный номер деген тұр, соны копировать етіп вставить етеміз. Болды, басқа ештеңеге тиіспейміз. Одан кейін төменге түскен кезде төртінші пункттің Д пунктін таңдаймыз. Одан кейін 5-ші пункттің мына жерде мен өзіңізге сай келіп тұрғанын таңдайсыздар, қарайсыздар, қай жерінен қате жіберіп тұрсыздар, сол бойынша таңдап жіберетін боласыздар. Менде H пунктін таңдадым. Сіздер де өздеріңіз қалауларыңызша біреуін таңдайсыздар. Одан кейін екінші страницаға өтеміз. Өткеннен кейін бұл жақта біз тек қана өзіміздің код органа государственных доходов дейді, соны жазатын боламыз. Ол да уведомлениеде тұр, содан қарап алып жасаймыз. Проверить заполнение дегенді басамыз, ошибок нет деді, және біз отправить в ОГД деп басып, өзіміздің ЭЦП кілтіміздің РСА ключпен подпись қоямыз және отправить етеміз. Болды. Бұны отозвать еткеніміз жаңағы журнал форм дегенді қарадым ғой бірінші жерде. Сол жерде отозвано деп шығып тұрады. Сол арқылы біз өзіміздің отчетымыздың қайтарылғанын көре аламыз. Болды, отозвано деп тұрса, значит отчет қайтарылды деген сөз.